Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің география сабағында жи құралдарын пайдалануды үйренеміз. Сабақтың тақырыбы географиялық дерек көздері, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7.1.1.3 географиялық дерек көздермен жұмыс істейді. Карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар. Сабақ мақсаты оқушылар карта, сурет, мәтін, фотосуреттер және графикалық материалдарды талдау арқылы географиялық ақпараттар анықтап, өз ойларын қорытындылай алады. Бүгінгі сабағымыз ерекше, өйткені біз тек оқып қана қоймай, жиі пайдалану арқылы жер шарын сөйлетеміз. Бірінші қадам, алдымен біз ChatGPT сияқты жасанды интеллекті қолданамыз. Оқушылар ChatGPT-ге сұрақ немесе тапсырма береді. Мысалы, жер шары туралы қысқаша сипаттама бер. Промптқа маған жер шарының көзі, аузы, қолы, аяғы бар мультфильм стиліндегі жер шарына промпт жазып бер деп тапсырма беріледі. Екінші қадам, осы дайын промптты Gemini'ге қойып, суретті жер шарының бейнесін бізге генерациялап береді. Осы дайын суретті алып, біз үшінші қадамда Pixverse немесе Grok арқылы сөйлетеміз. Бұл бізде соңғы қадам, ең қызықтысы, оқушылар жасаған суретті алып, оны жасанды интеллект арқылы сөйлетеді. Яғни, промпттың қасына, дайын промпттың астына жер шары өзі туралы айтып береді. Мен жер шарымын, менде мұхиттар, материктер, адамдар мен табиғаттар бар деп жазып, жанына Speak in Қазақ деп жазса, осылай қазақша сөйлейді. Бүгінгі сабақта біз географиялық дерек көздерді тек оқып қана қоймай, оны жасанды интеллект арқылы көріп, жасап, сөйлетуді үйрендік.